Сондықтан да Базаралы жаңа жігіттер айтқандай әлі образы толық ашылып зерттелмеген адам шын мәнінде. Біздің білетініміз әлгі Тәңірбергеннің жылқысын айдап алып кетіп, қырып тастап, болмаса Тәкежанның жылқысын жаңағы айдап алып кетіп кедейлерге таратып беріп сол ғой біздің білетін фактілеріміз шын мәнінде. Ал енді осыны тау тұлғалы жаңағы бірақ Базаралы әнші күйші де болған. Иә. Анау Татьянаның әндерін айтқан, жаңағы сол қиссаларды айтқан. Базаралы келгенде Көкбайдың әлгі арнауы бар, Көкбай ақын. Базаралыға айтқан не қарсы алып. Сол жаңа нар тұлғалы Базекем келіп деген сияқты Көкбай енді осы маңайдағы керемет ақын болды ғой. Көкбайдың өзін абай қатты қыдырып екен. Сондықтан да Базаралының келуі жаңағы мынау әсіресе кедейге жатақтарға дейміз ғой, Мұхтардың сөзімен айтқанда. Жатақтарға пәрменді күш берген ғой енді. Олар аз-маз оспандар мысалға жайлауға көшіп келеді, сол жаңағы жатақтағы қоныстарында жаңағы жатақтар қалады 10-12. Өздері әупірімдеп тұқым жинайды, егін егеді. Ол егінге барады да оспан келіп, болмаса басқа бір жуан жұдырық келеді, мал жеп, ол егінді жаз бойы таптап жеп қойды. Саржылатып. Содан жаңағы абай естіп, оспанға ұрысқаны бар ғой оның. Әкеңнен қалған жер ме сенің? Ал сен біреу құлқынды қайнатып отыр, біреуің жаңағы жүніңді былғарын билеп отыр. Неге сен былай зар желеген жатақтарға сіңі шыққан кедейге неге жанашылықпен қарамайсың деп оспанның 100 жылқысын алып жаңағы жатақтарға таратып берді ғой. Мынау таптаған егіннің құрамы. Екінші толқын келе жатыр. Абайтанушылардың екінші толқыны келе жатыр. Екінші толқыны келе жатыр.